Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай өте жеңіл әрі тез дайындалатын өте тойымды дәмді салат рецептісін ұсынамын. Өздеріңізге ұнайтын кез келген піскен етті алып, оны осылай видеодағыдай етіп тураймыз. Мен қолданған ет сиыр еті, оны осылай тұзды суда пісіріп, ұзынша етіп турап аламыз. Сіздер қалаларыңша кез келген еттің түрін қолдансаңыздар болады. Салатты жинайтын ыдысымызға туралған етті салып, кейін қызанақты тураймыз. Алдымен 2 бөлікке бөліп, кейін оны тағы да осылай бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Ортасындағы осындай суланып тұратын жерінің барлығын алып тазалап тастаймыз. Артық жерлерін алып болғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп ұзынша формада тураймыз. Қалаларыңызша басқа да кез келген формада турасаңыздар да болады. Маған осылай ұзынша етіп тураған ұнайды. Келесі кезекте қиярымызды да турап, осылай ұзынша етіп салатымызға қосамыз. Қиярдың балғын немесе тұздалған түрінде қолдансаңыздар болады. Мен балғын түрін қолдандым. Енді өздеріңізге ұнаған кез келген тәтті бұрышты осылай ұзынша етіп видеодағыдай турап аламыз. Мен сары түсін қолдандым. Сіздер кез келген түрінде қолдансаңыздар болады. Осылай үрме бұршақты да салып, оған дәміне қарай тұз және қара бұрышты саламыз. Майонез қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қалауларыңызша салатқа қосатын заттардың мөлшерін азайтып немесе көбейтсеңіздер де болады. Салатқа қосқан заттардың атауы мен олардың мөлшерін видео соңында описание бөліміне қалдырамын. Біздің салатымыз осыменен дайын, өте дәмді, сондай тойымды болып шығады. Міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған гүлім. Астарыңыз дәмді болсын. Егер видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.